Автобустағы қыз. Кардиоорталықтан шыққан Сәлім ақсақал ұлына қоңырау шалды. Балам, қайдасың? Мен аппаратқа түсіп шықтым. Көке, күте тұрыңыз, 15-20 минутта барып қалармын. Балам, қай маңда жүрсің? Солтүстік мөлтек ауданда. Балам, онда автобуспен жылжи берейін. Еуразия базарының қасындағы аялдамада күтерсің. Бері әуре болмай-ақ қой. 35-ші автобус келіп қалды. Соған отыра салайын. Жұртпен таласа тармаса ішке енген. Бұрынғыдай емес, кейде қоғамдық көлікке отырса, жастардың бірі босата қояр мекен деген орын іздейтін жаман әдет жабысты. Жас кезінде өзі де талай үлкендерге ізет көрсеткен. Кейбіреулердей терезеге басын сүйеп, көзін жұмып өтірік ұйықтап қалған емес. Осы ойын сезгендей, сол жақтағы көпшіліктің орта тұсынан сүйкімді бір қыз орнынан ұшып тұрып: «Ата, келіңіз, мұнда отырыңыз», деді. «Рахмет айналайын, өркенің өссін, бақытты бол қарағым». Қыз ешқайда ұзай қоймады. Қасында түрегеліп тұра берді. Неге екенін қайдан? Қайта-қайта бұған қарап қояды. Біреуге ұқсатып тұрау шамасы. Сосын бұлда бейжайлап, зер салып еді, жүрегі шым етті. Дене бітімі келісті. Сұңғақ бойлы, баласымен жақсы жұпқа сұранып ақ тұр. Наркез көздері қап-қара, батқиған бояуы жоқ, таза сұлулық. Өзі келіндікке көптен аңсай күткен адамы. Сәлім ақсақал ойланып кетті. Қызмет бабымен көп жыл солтүстік облысында болған. Баласы сонда орыс мектебін тәмамдап, Алматыдағы жоғарғы оқу орнын мұнай саласы бойынша бітірді. Қара алтынның қалай өндірілетінін, қайдан шығатынын білуім керек деп Ақтөбе облысының Шетке ауданындағы Қытай бұрғылау компаниясында бір жыл жұмыс істеді. Содан кейін еліміздің астанасына қызметке ауысып келді. COVID-19 індеті әлемді әбігерге салған, бәрі онлайн жұмысқа көшкен. Жалғыз баласы сонда тәж-тажалмен ауырып, ем-домды үйде алыпты. Мұның бәрін келгенсін естіп жүр ғой. Соған дейін ләм-мим деп ауыз ашқан емес. Қасында жар болғанда бүйтіп жалғыз қиналмас еді. Тез үйлендірмесек, осылай соқа басы соқсиып жүре бермек пе деп әйелі қатты уайымдайды. Қызмет деді, өз карьерамды жасауым керек деді. Әйтеуір түрлі сылтаулармен ұлының 30-ға дейін үйленбей жүргені жанына батып отыр. Осыларды ой елігіне өткізген Сәлім ақсақал бір күрсініп алды. Қазіргі жастар үйленуге асықпайды екен. Баласының білімді, жақсы азамат болып өсуіне жас жағынан айрықша көңіл бөлді. Орысша оқығанымен үйдегі тәрбиесі қазақша. 5-ші сыныптан бастап ағылшынша сабаққа тасыды. Ер жігіт елінде жерінде қорғайтын жан-жақты болу керек деп таеквондо үйірмесіне жазды. Жұрттың баласы интернетпен танысып та келін түсіріп жатыр. Біздің де немере сүйгіміз келеді. Енді тайлақтың шешесі сияқты қызды өзіміз дейміз бе, деп кемпірі шырылдайды. Өз ойымен тұңғиықтан шыға алмай отырған Сәлім ақсақал жаңа бірде қызулау үш жігіттің даурығып ішке енгенін көрген. Келе сала олар қасындағы қызға қылжыңдап тисе бастады. Автобус жол апшысын қуырып түсетін аялдамаға жақындап келеді. Бұл бір-екі рет тоқтау айтқан. Бұл қоғамдық көпшілік жер, тәртіп бұзбауларын өтінді. Оны тыңдаған құлақ бар ма? Мына шалға не жоқ, жастардың жұмысына араласып деген. Мына шал дегені шамбайына батып кетті. Сосын түрегелді де қызды өз орнына отырғызды. Сөйтті де жігіттерге кеудесін төсеп, олардың қолдарын қызға қарай сумаңдатпай тыныштық сақтауын сұранған. Автобустағы билет сатушы әйел араласпақшы болған. Бірақ қара сұры жігіттің бір ауыз былапыт сөзінен соң бұл маңға қайтып жоламай кетті. Қалған жұрт бәледен машайық қашыпты дегендей, мойындарын тұқырып төмен қарап отыр. Тұрғандары теріс бұрылып алған. Бас көтерер еркек жоқ. Әлде автобуста студент жастар көп болып, олардың қарасы аз ба? Әншейінде шулап кететін әйелдер жағы үнсіз. Сол замат баласы қоңырау шалды. «Көке, мен келіп тұрмын», деді. «Қазір түсеміз», деді. Ол неге көпше түрде айтқанын өзде аңғармай қалды. «Жігіттер, бұл менің қызым. Әкесінің алдындағы бұл қылықтарың тым оспадарсыздық. Қойыңдар. Мына бассыздықтарыңды тоқтатыңдар.
деген. Тоқтайтын олар жоқ, қайта есіріп алған. Қыз қорқып отыр. Мыналардың оңайлықпен айырылар түрі көрінбейді. Бұған жалтақтап қарай береді. Өз аялдамасына келгенде бұл қызды қолынан ұстап түсеміз деді. Қыз шынында өз қызындай соңынан еріп жүре берді. Оған 3 жігіт те ілесіп, кіріп жатқан жұртты қолдарымен жапырып, сыртқа атып шықты. Бұл аялдамадан арырақта тұрған баласының машинасына қарай жылдамдата түсті. Қыздың қолынан тас қылып ұстап алған. Қыз үнсіз, ана бұзық бәлелерден ертерек құтылғысы бар. Олардың біреуі кеп қыздың қолынан жармасты. Сол кезде баласы машинадан шыға берген. Не болып жатқанын түсініп те үлгерген жоқ. Жігіттердің боқтық сөздерін естіп қалды. Көке, мұнда не болып жатыр? Деді жан даусы шығып. Мына оңбағандар мына қызға тиісіп келеді. Баласы артық сөзі жоқ, томаға тұйық, жарқылдап сырын шашпайтын. Осы мінезін білетіндер оны совет барлаушысы Штирлицке теңейтін. Сол Штирлиціміз жағдайды тез бағамдап үлгерді. Әлгілердің бірі әкесіне кеп жармасқанда ешкім байқап та үлгермеді. Бір соққымен сұлатып түсірді. Екіншісі қайдан алғаны белгісіз қолындағы қолақпандай шаппаның бір тетігін басып қалып еді. Сарт етіп суық қарудың серпелі жүзі жарқ ете қалды. Баласы тайсалған жоқ. Жете бере шалт қимылдап, ол сілтеп үлгергенше өзі бір жақта, пышағы екінші жақта домалап жатты. Үшіншісі аралас жекпе-жектің әдіс амалдарын тәп-тәуір меңгерген секілді. Ауаны білеудей жұдырықтармен оққылап, қолдарын арлы-бері сермеп, бір-екі шапшаң қимылдар жасап, баласына қарай атыла ұмтылды. Штирлиціміз қашпады. Оның әрбір қимылын шалт жібермей, баққан сілеусіндей орнында қалт тұрып қалды да, ауаны жапырып келе жатқан алапат соққыны сол білегімен шетке бұра беріп, өз екпінімен ұшып келе жатқан бытпиған бетті тастай түйілген жұдырықпен оңдырмай сала берді. Келсаппен ұрғандай болды. Үшінші бұзық кескен теректей өкіре барып құлады. Сосын көшедегі жұрт есін жиып, етек жауып үлгергенше бұлар машинаға отырып жөндеріне кете берді. Жолда Сәлім ақсақал, әуелі мені үйге апара қой, сосын мына қызымды жеткізіп саларсың деген. Ұлы қызға қараған. Қыздың көзі мөлдіреп кетті. Ол бара-бара үлкен ұшқынға айналып, қыздың жүзін қызыл арай бөлеп нұрлана түсті. Сәлім ақсақал үйіне жетіп түсіп бара жатқанда, қыз сыртқа шығып, ата, сізге көп рахмет, жақсылығыңыз Алладан қайтсын, деді. Айналайын, бақытты бол, өзіңе де Алла разы болсын, деп қала берді. Сонда барып Ардақ Аружанға тоқталып қарады. Жүрегі әлсіз бір бұлқынып алып, бұрынғы әдетінде жоқ соғыспен дүрсілдей жөнелді. Қыз да солай. Жылдар бойы аңсаған жүректер осылай табысты. Бірін-бірі түсінгендей болды. Көздің жауын ала-салаң қылып, орнынан жеңіл қозғала берді. Авторы Тұңғыш Төреғалдиев. Құрметті тыңдарман, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып, қолдау білдіре отырыңыздар. Қазақ тілді каналды қолдайық. Сіздерге мың алғыс.